Ассалаумағалейкум, құрметті әлеуметтік желі қолданушылар. Бүгін сіздермен бірге Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығының қор сақтаушысы Айдарбекұлы Төремұрат. Бүгін сіздерге Сарайшық ауылының, яғни біздің ауылымыздан ерекше орын алатын Ұлы Отан соғысы жауынгерлеріне, батырларына арналған ескерткіш, яғни обелискі. Бұл ескерткіш 1967 жылы ауылымызда салынған болатын. Биіктігі 8 метр, ені 7 метр. Сол обелискіде, яғни ескерткіште Ұлы Отан соғысына аттанып, кейін үйіне оралмаған батыр аталарымыздың есімдері жазылған. 121 батырымыз соғысқа кетіп оралмаған. Жыл өткен сайын бұл ескерткіш біз үшін маңызы өте зор, алатын орны өте бөлек. Өйткені қазіргі таңда Сарайшық ауылымызда Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің көбі өмірден өтіп көз жұмған болатын. Биыл ұлы жеңістің 76 жылдығын тойласақ та, жыл өткен сайын бұл ескерткіштің біз үшін алатын орны зор, ешкімде еш нәрсе ұмытылмайды. Назарларыңызға үлкен рахмет, сау саламатта болыңыз.